бір сөз ғой. Сөйлескен болғанда тек осы жобада болған тақырып туралы ғана сөйлестік. Кейін маған үміткер болып келгеннен кейін мында қатысушылардың тарапынан көп әңгіме болды ғой. Хайп үшін Аиданы қолдануға болады. Қатты шақырғым келсе, сырттан адам шақырғым келсе, танымайтын Қарлығашты емес, танып жүрген Айдан шақырып алуыма болатын еді ғой мен. Қарлығаш, өзіңізді тыңдайық. Я бізде сол Диаспен таныстық тоқтаған соң ғана сөйлестік, бір-екі әңгіме. Енді бастап отқан жұптар сияқты емес, сіздер уже сыртта жұп болып қалған сияқтысыздар да, соған қарағанда. Ана жерде өзіміз осы қатысушылардың арасында Жанболаттың айтқаны бар да, осы 3 айда точно үйленіп кетемін деп ше. Соған қарағанда қатты өзіне сенімді отырғанына қарағанда сіз екеуіңіз барлығымыз мына жерде жынды қылып, сыртта уже келісетіндеріңіз келісіп, жұп болып жүрсіздер деп ойлаймын мен. Дүние жасайтын не көріп отырсың? Енді тойда екеуің бірге жүрсіңдер мысалы. Ода тұрған не бар? Енді кеше танысқан Айжан үміткерін туған күнге апарып отыр. Мен оның алдында қанша уақыт бойы сөйлесіп қалып, маған үміткер болып келгеннен кейін біздің таныстығымыз өте керемет болып жатқаннан кейін ғана мен оны тойға алып бардым. Мына видеода отырсыңдар ғой, бір жұптар сияқты бастарыңды бір-біріне қойып алып, енді 2 күн таныстықтағы жұптар сияқты емессіңдер. Сырт көзге олай көрінбейді. 2 апта болып жатыр біздің таныстығымыз. Жалпы мына жерде мен Қарлығашты түсінбей отырмын да, жарайды алдындар айтып жүрміз ғой, бір рет келді, 2 рет келді болды деп. Бірақ мына жерде Қарлығаштың Жанболатқа дейтін сезімі мүлдем жоқ секілді. Өйткені алдыңғы эфирлерді қарасақ, Жанболаттың Айда жайлы шыққан видеосынан кейін кім еді Қарлығаш бейбақ отыр да, дым болмағандай. Біз қатысушылар айтқаннан кейін бар, бұл дегенше өзіңнің эмоцияңды Жанболатқа көрсетпедің. Осы сұрағқа мен жауап берейінші сен. Мен Қарлығашқа қойдым. Сен тоқта енді тыңда. Бізде мынандай дүние болған болса саған. Бұл жерде орнынан тұрып шығып кететіндей ешқандай себеп болған жоқ біз Айданың видеосы туралы болған кезде. Неге? Айта салыңызшы өтініш болса. Енді ол кісінің әрекеті өзін жауап береді ғой. Айта салыңызшы өтініш. Ондай ешқандай себеп жоқ та бұл кісінің бұл жерден тұрып шығып кететіндей. Неге? Мен Айдамен кездескеннен кейін бұл кісінің өзіне барып, одан кейін біз 3 рет кездесу болды, бір емес. 3 рет кездестік. Алғашқы сол Айдамен кездесіп видео салған күні бұл кісі қатты ренжіген болатын. Мен өзім барып кешірімін сұрап, тіпті менің әлеуметтік желімді қарасаңдар, ол видео ешқандай әлеуметтік желіде жоқ уже. Алып тастадым. Неге? Мен Қарлығаштың көңілін биік қойдым. Болды. Енді тоқта, мен айтып алайын, до конца айтсайшы, пожалуйста. Немесе Жанболат, сіз сенгіңіз келмейді. Қарлығашқа сіздің сезіміңіздің барлығы жоқтығына бәрібір деген көзқарасқа сенгіңіз келмейді. Бәлкім сондықтан да сіз солай жасайтын шығарсыз. Айтшы, не деп айтты? Айтшы. Қандай қыр көтергенін қайсысын айтшы оны. Сөйлеп мына жерде көрсетуге талпынып қалар едім. Маған эфир керек емес. Мен сіздердің қастарыңызда жүргім келсе де сіздердің қастарыңызда жүруге тырысатын едім. Маған онда ештеңе керек емес. Сол себепті мен тек өзімнің таңдауымды жасап келдім. Бұл жерде екеуміз жұп болған да жоқпыз, басқа ешқандай таныс. Сондықтан да шақырылмаған тойға бардым десейші. Сен ол жерде тойға барғанда да біз тойды құттықтап қайтып кеткен болатынбыз. До конца ол жерде отырған жоқпыз. Жарайды, Қарлығаш, бірақ біразға дейін әйтеуір менен кейінге дейін қалған сияқтысыздар. Мен де біразға негізі жаңа айтып жатқан жаныма дейін кететін қыз кетіп қалады ше, болмаса есігіз дейді. Ана жерде тұрып алмайды да, мен негізі кеткім келіп тұр деп әшейін тұр да. Шолпанның да пікірінің орнында негізі. Бұл екеуі жұп сияқты жүреді. Таныстық енді басталған өзінде жұп сияқты жүреді. Пікір ма, пікір ретінде айтып отырмын. Жоқ, енді не көріп жатыр ана жерде екеуің қырылып жатқандарын көріп тұр босқа. Айқайлап тоқта деп қойшы андай. Кинодағыдай ше. Просто бір-бірімізді тыңдамай жатырық та біз. Жауласып жатқан да. Хотя бы в сравнении я Жанболат андай сен сияқты есік мына жерде итерсең ашылатын есік қой деп айтқан жоқ. Қарлығашты алып қалатындай іс-әрекеттер жасады да. Ұнамайтын нәрселерін ысырып тастады деген сияқты ғой. Дұрыс қой, Жанболат. Өзіне қарап алсай, сосын осы жаққа пікір айтасың ғой. Дұрыс қой, Жанболат ол кезде өзі не істеп отырғанын білмей ми ашып отыр ғой, ол қыздың вообще жұмысында болған жоқ қой негізі. Отыр деп айтқан Қарлығашқа осы именно Қарлығаш енді Айдаға қатысты материалға ренжіп қалды ғой. Ол алып сыртқа шыққаннан кейін Айдаға байланысты бүкіл материалдарды алып тастады дейді. Инстаграм желісінен де алып тастады деп жатыр. Әрекетін хотя бы жасап жатыр, қыздың көңілін жаулап алу үшін. Сен сияқты емес деп жатырмын да. Енді балсаған негізі бар ғой. Сол кездерде бір есіктің қай жерде екенін білмеген үміткер деймін да, қазір есік тесікті білетін қатысушы болып отыр ғой деп жатырмын да енді. Құратындай уақыт болып жатқан жоқ ша. Кешке жұмыстамын, суббота воскресенье стройкадамын, короче. Уақытым жоқ, шынымды айтсам. Үміткерін алып қалған Жанболатқа сұрақ қойғым келіп отыр. Сол кезде ортаға бір сыйлық келген сияқты еді, вроде тәттілер. Сол кезде бір надпись болған, жазу. Сен үміткеріңді қайтаратын шығарсың деген үміттемін дейді. Сол кезде мен ойлап жатырмын, может Қарлығаш па әлде басқа қыз ба деп отырмын да. Ол қай уақытта болған еді? Ернардың үміткерін алып қалып сол кезде танысқа жүрген кезде, Жанболат ортада отқан кезде бір сыйлық келген болатын, кімнің есінде болса, тәттілер деп айтайыншы. Сол кезде бір жазу болған ішінде. Сен үміткеріңді қайтаратын шығармын деген үміттемін деп. Иә, сол кезде мен ойлап отырмын, может Қарлығаш па әлде басқа қыз ба? Ол Жанболат білетін сияқты ма деп отырмын. Жанболат, тіпті ол нәрсені ұмытып кете жаздаппыз. Сыртта сөйлесіп шешіп қойған жоқсыз ба? Қой жоқ, сондай әдетіңіз бар еді ғой. Ондай не болған жоқ. Әлде Қарлығаштан келді ме? Бұл Қарлығашты ол кезде мен танымайтын дедім ау деймін, қатты бір аса бір ше. Бізде ол кезде Диаспен таныстық болды ғой. Бірақ сол кезде үміткерін қайтарып жіберді да бұл кісі. Енді не ситуация болған барлығын көрдің. Дұрыс қой. Енді сен болмашы үміткерлерді қайтарып жүрсің. Ал кім келгенінен хабарыңыз бар ма? Бәлкім қызыққан шығарсыз, өзіңіз де білуге тырысқан шығарсыз. Кімнен келді сыйлық? Жалпы ол туралы ешқандай бүйтіп айтатындай ешкім тапқан жоқпыз, іздеген де жоқпыз. Инстаграм желісінде бөлістім. Бірақ кім екені сол күйі белгісіз болып қалды. Мен Қарлығаш деп ойлаймын, Балауса ханым. Біз Қарлығашпен таныста болдық қой. 5 рет ортаға шықтық. Сол 5 рет ортаға шыққанның өзінде мен айтып отырдым ғой, бір макарон дайындап берші деп. Сол бір макаронға жар болып қалған адаммын. Соған енді ана кімге Жанболаттың подарка әкеледі деп ойламаймын. Мен айттым ғой, саған тамақ істей алмаймын деп. Сен келмеген шығармын может мен. Ойбай. Сен маған ұнамадың, мен де саған ұнамадым ғой, дұрыс қой. Енді Жанболат алып келеді. Олай болса Қарлығаш Жанболатқа бәлкім сыйлық бергіңіз келген шығар. Жоқ, ол кезде мен болған жоқпын. Сіз емес. Мен емес. Балауса ханым. Иә, Айжан. Осы жерде енді Қарлығаш қош келдіңіз. Тағы да
мынандай да енді қарлығаш ортада кезде бір жағынан қиын сияқты өзіне де бар ғой, өйткені жаңағы үш жігіттің бірдей аты аталады да, Ғалымжан бар, Диас бар, мына жерде енді Жанболат кірісті да бұл тірлікке. Мына жерде негізі қарлығаш осы әңгімелер сізге жақсы ма? Жаңа эфир үшін емес дейсіз да, бірақ осы жерде сол сұрақтың түбі жатыр деймін да. Эфир үшін емес болса үш жігіттің аты бірдей аталмайды. Мына жерде Нұржан мен Абылай екі ортада не болып қалды да, жаманатты болып. Бұл жерде бұл екеуінің түк қатысы жоқ. Үш жігіттің өзі жетеді деп ойлаймын осы эфир үшін. Қалғанын араластырмаңыздар. Айдана. Жалпы енді қызды кінәлап жатыр ғой, хайп үшін келген деген секілді. Бірақ мен бұл жерде Жанболатты да айтқым келіп отыр да, жаңа айтып қояды ғой, хайп үшін болса мен Айданы шақырып алатын едім деп әлдеқандай болып отыр да. Айда, Жанболат, сіз жалынсаңыз да сізге үміткер болып келмейді, мен сізге айтайын. Мына жерде Айданы олай қатты түсірудің қажеті жоқ та. И өзіңіз де бір әлдеқандай бір ортаға шыққаннан кейін білмеймін, андай көтере алмай отырсыз ба, бір Нұржанға да қарсы сөйлеп, жігіттерге ауыр сөйлеп, кішкене сәл басылыңыз деп айтқым келеді да. И қыздардың тарапына олай айтудың қажеті жоқ. Кешірім сұраймын. Басынан бастап айтайын, 3-4 сұрақ болып кетті, қиын болып кетті. Басынан бастап айтатын болса, Айдан ешқандай түсіріп отқан жоқпын мен. Хайп керек болса мен мына жерде Айданы шақырып алатын едім деп отырсыз да. Мен өтінішімді Айда сізге келмейді ғой, Жанболат келмейді сізге. Мен айтып алайын да енді. Бола ма? Иә. Келсе де келмесе де мен өзім өтінішімді жасаған болатын едім ол кісіге. Например, қатты керек болса маған. Ал жігіттерге атылып сөйлеп жатсың деп жатсыз. Қай жігітті көрдіңіз, есі дұрыс пікір айтып жатқан? Қандай дені дұрыс пікір айтып жатқан? Сонда дені дұрыс пікірді сіз ғана айтып жатсыз ба?